Елімізде 27 сәуір мен 3 мамыр аралығында дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бастамасымен иммундау апталығы басталады. Бұл шара жұртшылықты жұқпалы аурулардан қорғау үшін дер кезінде екпе қабылдаудың маңызын түсіндіру мақсатында қолға алынып отыр. Алайда қазір вакциналардың қауіпсіздігіне күмәнмен қарайтындар көп. Сондықтан мамандар емдеу мекемелерінде көпшілік шаралар ұйымдастырып, бұл бастаманың маңызын түсіндірмек. Жалпы қазіргі таңда республикалық бюджет есебінен 21 инфекциялық және паразиттік ауруларға екпе салынады. Бір қатар инфекциялар осы вакцинациялау нәтижесінде мүлдем тіркеуде жоқ. Әртүрлі себептермен егілмей қалған контингенттер болады. Көпшілік жағдайда ата-аналар балаларын екпеден бас тартып, екпемен қамтуға кері көрсетілімдер көрсетеді. Дәрігерлер ретінде және ғылыми тұрғыда дәлелденген ақпараттар ретінде осы апталық барысында түсіндірме жұмыстарын кеңінен жүргіземіз. Осы аптаның ішінде егуден уақытылы егілмей қалған балалар болсын, жасөспірімдер, тіпті ересектер болсын, егумен қамтамасыз етуге біз үлкен атсалысып жұмыс жасаймыз. Екпеден тағы да қосымша ақпарат алам деген тұрғындар үшін бүкіл республика көлемінде егу KZ деген сайт бар, сол сайттан да алуға болады. Сонымен қатар 7701 деген телефон байланысы бар. Сонан да звондап кез келген ақпаратты алуға болады.